мен Көкшетаудан Ақан серінің туған жері Кеңаш ауылына кетіп бара жатырмын. Қазір ол Ақан сері ауылы, Кеңаш деп бұрын аталған. Жалпы бір қызығы, Көкшетаудан Қостанайға қарай жолға шыққан кезде жолдың бойы мына Көкшетауға жақын Красноярдан бастап Садовая, Конзавод, Антоновка, Еленовка, Комаровка, Лавровка және Карасевка деген орыс атаулармен толы. Яғни Саумалкөлге дейін сондай атауларды кездестіруге болады. Бұл атаулар маған өте таныс, өйткені менің балалық шағым осы өңірлерде өтті. Карасевка деген ауылда өстім, одан кейін осы қалаға жақын Конзавод деген ауылға көшіп келдік. Жалпы мен Омбыға барған сапарымда ол жақта керісінше Қоянбай, Қасқат, Қаржас, Есілкөл, Байымбет, Іргебай деген қазақ ауыл атаулары өте көп. Қатты таң қалдым. Неге деген сұрақ туындады. Енді өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның солтүстік өңірі патша үкіметі тарапынан ерте отарланды. Оның ішінде жаңағы әскери бекіністер салынғаннан кейін жаңа Астрахан, Түмен, Қорған, Омбы, Саратов өңірлері шекараның ар жағында қалып қойды. Бірақ ол өңірлер ежелден қазақтар мекендеген өңір болса да, қазақтар ол жердің жергілікті тұрғылықты халқы ретінде еш уақыт есептелген жоқ. Кеңес үкіметі тұсында да ол өңірлерде ішкі саясатта аномастика қатты жүргізілген жоқ. Керісінше екпін осы Петропавл, Көкшетау және Қостанай, Павлодар өңірлеріне салынды және сол жерлерге қатысты аномастика қатты жүргізілді. Жер су атаулары яғни өзгертілді. Міне соның нәтижесінен бізде тәуелсіздіктен бері әлі күнге дейін жаңағы Антоновка, Лавровка, Еленовка деген ауылдар әлі күнге дейін бар. Бұл тек бұл өңірлерде ғана емес, Павлодар өңіріне қарай жолға шықсаңыз, ол өңірлерден де сондай орысша атауларды көптеп кездестіруге болады. Енді өздеріңіз білесіздер, Астанада аномастика өте жақсы жұмыс істеді. Мысалы қазір Домалақ ана көшесі дегендер қандай жақсы естіледі, иә. Сол сияқты менде де келесі бір сапарымда, мысалы енді Көкшетаудан Қостанайға шыққан сапарымда жол бойында жаңағы Омбыдағы ежелгі атаулар бола ма, Қасқат, Байымбет, мысалы қазақтың руларына байланысты, жер су атауларына байланысты сақталған, немесе Көкшетау өңірі өздеріңіз білесіздер, өте тұлғаларға, тарихи атақты адамдарға бай, Ақан сері, Біржан Салы, Үкілі Ыбырай бола ма, әйтеуір сондай атауларға өзгертілсе, соны қалар едім. Біз Ақан серінің туған жері ауылына барамыз. Қоскөл өзенінің Қоскөл көлінің бойында орналасқан және Ақан серінің зираты мен Ақтоқтының зиратын барып көруге кетіп бара жатырмыз. Екі зираттың арасы небәрі 200 шақырым ғана. Ақтоқтың зираты Зеренді өңір жағында болса, Ақан серінің зираты бұл Саумалкөл жақта